Сәлеметсіз бе? Автокөлік денсаулығын күту арнасына қош келдіңіз. Бүгін біз міне Hyundai Santa Fe деген көлігін қарап жатырмыз. Көлік туралы сөйлесер алдында жалпы Hyundai компаниясы туралы бір-екі қызықты сөз айтып кетейік. Hyundai компаниясын қалаған Chung Ju-young деген адам. Ол 1915 жылы қазіргі солтүстік Кореяда қалып қалған Камвон қаласының бір көп балалы жанұясында туып өсті. Чунгтың әке-анасы кедейшіліктеріне қарамай, балаға жақсы білім беруге тырысты. Чунг 18 жасында Сеулға барып, әртүрлі жұмыстарға кіріседі. Жүк тасу, кешкі астарды жеткізу, автомеханикке көмекші болып жұмыс істеу. Ақыры ол ақшасын жинап, 1938 жылы Сеул тұрғындарына күріш сатып, велосипедтермен күрішті жеткізуге бастайды. Сөйтіп, Чунгтың кәсібі өсе бастайды. Күрішті жеткізетін жұмысшылары да көбейеді, ал велосипедтерді белсенді Чунг өзінің цехында жөндей бастайды. Өз кәсібін Чунг Hyundai деп сөзімен атай бастайды. Яғни Корея тілінде бұл алдыңғы қатар, үздік және жаңашылдықты білдіретін сөз. Ал жөндеу жұмыстары тез және сапалы болғандықтан Чунгтың цехы велосипедтер мен көліктер иелері арасында өте танымал бола бастайды. Сөйтіп, сәтті келе жатқан Чунг өзінің ең табысты кәсібіне келеді. Әртүрлі құрылыс жұмыстарын жүргізу. Себебі 1945 жылы ақш, Ұлыбритания және Совет үкіметі Жапонияға соғыс жариялап, Кореяны Жапония оккупациясынан босатады. Сөйтіп, Чунгтың Hyundai кәсібі қираған ғимараттарды, жолдарды қалпына келтірумен айнала бастайды. Ал 1945 жылы американдықтар Совет үкіметінің қулығын сезіп, бүкіл Кореяны коммунистік блокқа қосып алмақшы деп, 1945 жылы 10 тамызда екі офицерді Дин Раск пен Чарльз Боунстил Кореяның 38 параллелінде демаркациялық шекараны құруға жібереді. Сол кезде американдықтарға құрылыс қызметтерін атқарған Чунгтың Hyundai кәсібі болды. Сөйтіп, өте қысқа мерзімде Hyundai Кореяның ірі құрылыс компаниясы болып өседі. Ал 1961 жылы мемлекеттік әскери төңкеріс арқылы Парк Чун Хи деген кореялық генералы таққа келеді. Генералдың адал арманы Корея халқын дамыған елдердің қатарына жеткізу. Себебі 1961 жылда оңтүстік кореялықтардың табысы жылына $72 құрайтын болған. Тіпті солтүстік Корея сол кезде Совет үкіметінің көмегімен жақсы тұратын. Арманы жүзеге асыру үшін генерал ақштан көмек сұрайды. Бірақ американдықтар көмекті тек демократиялық елдерге береміз деп, генералдан тікелей сайлауды өткізуді талапқа қояды. Парк Чун Хи өз адалдығына сеніп, халыққа сайлауды жоспарлатып, тақты еркін босатады. Бірақ Корея жастары, әсіресе кореялық жас әскерилер мен офицерлер үлкен дау көтеріп, Пак Чун Хиді сайлауға қатысуды талап еткізеді. Сөйтіп, Пак Чун Хи генералдықтан өз еркімен кетіп, сайлауға қатысып, басқалардан 156 мың дауыс көбірек жинап, яғни 1,5% көбірек дауыс президенттікке келеді. Яғни 1962 жылдан бастап Пак Чун Хи өзінің сайлауда жарияланған бағдарламасын жүзеге асыра бастайды. Корея индустриалдық дамуы.
Сол үшін пак ең белсенді адамдарды жинап, оларға кәсіпорындарды салуға міндеттейді. Кореяның 4 ірі кәсіптерінің арасында бұл Lucky Gold Star, бүгінгі LG, Samsung, Dell, Чунгтың де Hyundai кәсібі де бар. Сөйтіп, Hyundai 1967 жылы Fordтан лицензиясын сатып алып, өзінің бірінші көлігін шығара бастайды. Яғни 1967 жыл бұл Hyundai көліктерінің туған жылдары болып есептеледі. Сөйтіп, бүгінгі Hyundai көліктерінің үздік тарихи жолдары бірнеше өзара бір уақытқа дейін байланыспаған себептерінің жемісі болып келеді. Себептердің арасында ең бастапқысы әрине бұл адамның жақсы өмір сүруге талпынысы. Тек адамның осы қасиеті және кедей ата-анасының өз баласына жақсы білім беруге үміті, басында кедей жас жігіттің, кезінде кедей мемлекеттің, дамыған мемлекеттің ең бай адамына айналуға себеп. Яғни сіздер, біздер, құрметті қазақтар, өз балаларымызға үздік білім беруге талпынсақ, бір кезде бұл ақталатын болады. Ал Чун Чжу Юн өз мәлімдемесінде өзінің табысқа келген жолын былай деп түсіндірді. Кореялық халқы өзінің іскерлік, жаңашылдық қасиетінің арқасында жетістікке жетті. Олар адамның ерекше қасиетін пайдаланды. Жақсы өмір сүруге талпыну. Бұл қажымас күш-жігерді тудырады. Бұл шынайы ғажайыптардың кілті. Адамның әлеуеті шексіз. Ал біз Чун Чжу Юнның көліктерін арада Hyundai деп атай береміз, себебі бұл елімізде осы көліктерді тарихи қалыптасқан атауы. Бағалары 15 миллион 960 мыңнан басталып 19 миллион 590-ға дейін барады. Яғни 20 миллионға дейін. 15 миллионнан 20 миллионға дейін барады. Күшті көлік. Моторлары 2,5 литрлік G4. Жай ғана қарапайым бензин шашатын форсункалармен, яғни коллектордың ішіне шашады. Цилиндрдің ішіне емес, сорғыш коллекторына шашатын MPI инжекторлары. Қорабы 6 берілістік гидроавтомат. Ешқандай таяқшасы жоқ. 19 дюймдік дөңгелектері. Өткенде біз Қытайдың Havail көлігін қарастырдық. 19 миллионға. Ал мынау 18 миллион бір теңгеге, мынау 19 миллион бір теңге. Яғни жалпы айтқанда Қытайдың көлігімен мынау 1 миллион айырмашылығы бар. Қытайдың көлігі жүйрек болып келді. Havail F7. Себебі ол жерде 249 аттың күші бар. Бұл көлікте 200 аттың күші де жоқ. Жолда тексердім. Жайлап жүретін көлік. Әрине ұнады. Және қозғалтқышы қарапайым, ешқандай турбо емес, соның арқасында жайлап жүретін көлік. Көліктер қазір жарты жыл тосылуда. Көліктер жоқ. Осы көлікті алам десеңіздер, онда келіп дилерге кезекке тұру керексіздер. Содан кейін тосасыздар. Есіктер шаң кіргізбейтіндей жабылады. Яғни балақтарыңыз таза болып тұрады, аяғына дейін жабылады. Көрініп ғой. Қытай көлігіне қарағанда бәрі бар. Ешқандай кемшілігі жоқ. Енді 20 миллион бәрі бар. Өзі алдыңғы көлікті бақылап отыратындай круиз контролі бар. Яғни дистроник дейді оны. Өзі қарап отырады. Егерде алдыңғы көлік тоқтап қалса, мынау да тоқтап қалады. Сондай көлік. Hyundai дизайнерлері өздері тапқан. Осындай әдісті қазір бәрі қолданып жатыр. Бүкіл әлем қолданып жатыр осындайды.
Вопросы у вас какие-нибудь есть по машине? Кожаный понятно. руль, смотрите, сиденья кожаные, подогревы, обдувы сидений, здесь идут подогрев руля имеется, соответственно. Сзади 3 сиденья и еще есть дополнительные 2 сиденья, они в багажнике, то есть это 7-местная машина. Наверху у нас, соответственно, панорамная крыша, она открывается наполовину. Что? Тут также мультимедиа 10-дюймовая, премиум аудиосистема Karman Kardon. Потом проекция, но вы ее не видите, когда за руль сядете, увидите уже непосредственно. Электронный щиток приборов, камеры 360, то есть при повороте вы видите то, что загорается камера с бокового зеркала, непосредственно и снимает. То есть здесь камера идет 360, она в круг бьет, вот, показывает. Проекцию, то есть она берет с каждой камеры, соединяет эту картинку, соответственно, получается картинка сверху. На руле у нас непосредственно, ну, это управление треками, там радио, это громкость, мод это вы выбираете вот здесь вот непосредственно, то есть музыку какую, по мультимедии звонки. Здесь идет круиз-контроль и непосредственно управление в движение в полосе, адаптивный круиз-контроль. Адаптивный круиз-контроль это когда непосредственно он на дистанции держится за машиной. Он часто сам тормозит, да, получается? Нет. Нет. Здесь непосредственно спрейс, да? MPI, то есть, да. Нет. GDI. GDI это Да. непосредственно. Да, а MPI нет. Здесь обычный MPI просто. Хороший. Так что GDI... Вот GDI он прямой. Да, вот. Прямо впрыскивает в колодцы непосредственно. Да, соответственно, там вот- мощность больше. Да, ну говорят, с ТМБД проблем. Ну, сейчас уже технологии идут на то, что мы сейчас пока уже не сталкиваемся. Да? Сколько Ну, проезжать на GDI? 120 минимум, вообще никто ни о чем не сталкивается. Егер де осы бейне сіздерге ұнаса, пайдалы болса, онда бейне астына лайк қойыңыздар, арнаға жазыңыздар, бейне астына пікір қалдырыңыздар, жаратқан ие сіздерге риза болсын және күндеріңіз керемет өтсін.